Қалайсыздар, құрметті менің оқырмандарым? Сіздерге бір ауылдың бір күндік қызықты өмірімен бөлісейін деп шештім. Бір күндік емес, қонақ күтетін кездегі енді. Бешбармақ ет асатын болғандықтан осылай қамырды осылай жерге сыпыраға жайып аламыз. Маған ненем үйреткен, шеті қалың болса, осылай екі шетінен қайырып жеріп, жай жерсең, жұқарып бәрі қамыр бірдей болады депші. Гүлнаш апамның айтуы бойынша жасалынған қамырым. Осы 4 зуалам бәрін жайып, даладағы ошағымызға салып алдық. Ошақтың түрі не бәле деп ойламаңыздар енді. Асхананың іші әктелмеген, қаралмаған болып тұр ғой енді. Көбінесе қырда тұрғандықтан ауылдағы үйде онша көп бола бермейміз. Қонақ келген кезде ауылдағы үйге қонақ күтеміз дегенде ғой. Мына жерде менің новенька енем қызмет жасап жүрген. Сары халаттағы менің любимый апачкам көмектесуге келген. Мына жерде енді стол жоқ болғандықтан кішірек столға май мен пиязын салып майлап тұрған мен болам деп па. Кейін өзімізге бір отдельный бір кішірек қамырды салып алдым. Осылай қызымыз екеуміз. Ауылдың тіршілігі, ауылдың жұмысы дегенде бағалап кетіңіздер. Сіздер үшін түсірілген видео, менің еңбегімді. Сау болыңыздар.